Қарақалпақ ол ежелдің ежелінен тәуелсіз ел. Және Өзбекстанға қосылған кезде конституциясына жазылған Қарақалпақ кез келген уақытта Өзбекстаннан айырылуға, тәуелсіздік жариялауға, егемендігін қалпына келтіруге құқылы деп жазған. Бірақ бүгін Өзбектің диктаторлары Қарақалпаққа зұлымдық жасаймын десе, онда ол ертеңгі Өзбек Қарақалпақ, Өзбек қазақ, Өзбек қырғыз ортасындағы үлкен оттың басы болады. Бейне Украин мен орыстың ортасындағы соғыс болғандай, ертең осы бауырлас халықтардың ортасындағы ертең қанды майдан соғыс болады. Сен соғысайын деп соғыспайсың. Мынау әлемдік алпауыттардың тапсырмасын орындайтын саяси лоббилер соғысты бастайды. Орыстың халқы мен Украинның халқы бір-бірімен соғыспайды. Кезіксе бір-біріне борышын беріп, арағын бөліп ішіп, бірінің сөзін бірі айтып, қарқылдап күліп отыратын бауыр халықтар. Бірақ соны қанды қырғын соғысқа салып, Украинның қаладарын тас-талқан қирандыға айналдырып, Орыстан бәленбай 100 мың, Украиннан түгенбай 100 мың адамды өлтіріп отырған сол тойымсыз ашкөз саясаткерлер. Сондықтан мына Қарақалпақ халқының еркіндігіне, теңдігіне, егемендігіне, тәуелсіздігіне қол сұғатын бұндай сұмдық қарекетті мына Өзбектің диктаторының бастағаны ол үлкен сұмдықтың басын бастаған. Сондықтан мына Өзбек халқы, ойбай біз жеріміз кеңейді екен деп, сендер үнсіз қалмаңдар. Бұдан сендерге ешқандай пайда жоқ. Ертең үлкен от келеді. Ертең ұлдарың осы отқа өртенеді. Ертең қаладарың осыдан қирайды. Бұл біреудің Құдай беріп қойған жеріне көз аларту. Құдай оларды Қарақалпақ деп жасауға, сөйтіп ұлт болып қалыптасуға Құдайдың өзі ниетті болып отырғанда, Құдай оған тәуелсіз мәдениет, тәуелсіз өркениет, елге ұқсамайтын тіл, байлық, оған ұқсамайтын жер, айналасын құм қылып, қазақ пен өзбектің ортасына қойып қойған бұл Қарақалпақты жұтамын деген өзбек ертең отқа оранады. Ол Құдайдың ирадасына қарсы. Аллах тағаланың жаратқан, еркін, тең қылып жаратқан адамдарына біреудің озбырлық жасайын деген дұрыс емес. Ертең өзбек сол үшін жауап береді. Сондықтан Өзбекстанның діндарлары, ғұламалары, Құранды жатқа айтатын қарилары, қарапайым халқы бүгін ашыққа шығып ана диктаторларының бастаған саяси зобалаңына, зұлымдығына, ертеңгі өзбек халқын отқа салатын бұндай сойқанға үнсіз қалмаңыздар. Егер жүректеріңізде Алланың ақиқаты болса, Құдайдың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына, ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, жаратушы екендігіне сеніп иман келтірсеңіздер, Құдай шын десеңіздер, пайғамбар шын десеңіздер, Құранды хақ кітабымыз деп мойындаған мұсылман болсаңыздар, өзгенің адал ырыздығына, өмір сүру құқына қол сұғуға болмайды. Алланың ақиқаты солай. Алланың ақиқаты солай. Алланың ақиқаты міне осындай. Зәм-зәм суын тапқанда үлкен бір тайпа, бәленбай халқы бар тайпа келеді. Сол ана бұлақтағы суды, соны айналасында, соның қасында отырған әйелді көріп, бұл бұлақ сіздікі ма дейді. Біз сізді қорғайық және сізге ақша төлейік дейді. Жалғыз әйелді кетары деп қуып тастап, бұлақ менікі деген жоқ сол тайпа. Зәм-зәм суы туралы хикаяны оқысаңыздар білесіздер. Алла кімге берген ырыздықты, оны тартып алу зұлымдық жасау. Қарақалпақ тәуелсіз мемлекет болуға тиіс. Оның егемендігін айрам деген келісім шартты бұзу, ол зұлымдық. Аталмыш референдум Қарақалпаққа қатысты болса, онда тұтас Қарақалпақ өздері ғана дауыс берсін. Оған жан саны көп өзбектің халқы дауыс беріп, жоқ, Қарақалпақтың тағдырын біз шешеміз деуге, оған дауыс берген өзбектің ешқайсының хақысы жоқ. Қарақалпақтың жері де, бүкіл ұлттық бөгенайы, тілі де бәрі өзбектен басқа қалды. Сондықтан мынау кеше ғана орыстың тепкісінен босап, бүгін ғана қолына егемендік алған өзбек, енді басқаларға зұлымдық жасайтын болса, Аллахтың қарғысына қалады. Егер осы мәселеде қандайда бір өзбек Қарақалпаққа зұлымдық жасайтын осы диктаторларды қолдаса, немесе үнсіз қалса, Аллахтың қарғысына қалады. Бұл зұлымдық. Біз туыспыз, өзбек те туыс, қазақ та туыс. Өзбек өз ағам деген қазақ. Қазақ қырғыз бір туған дейді. Қарақалпақ, мен Қарақалпақпын, ал керек болсам. Мен Қарақалпақпын, ал міне, мен Қарақалпақпын деп жариялаймын өзімді.
Маған қазақ болған не айырмасы жоқ, қырғыз болған не айырмасы жоқ, маған қарақалпақ болдың не айырмасы жоқ, маған ноғай болдың не айырмасы жоқ. Мен әрі қазақпын, әрі қырғызбын, әрі қалпақпын, әрі ноғаймын. Бұл бауырлардың ортасына бұндай от салу үлкен тарихи қателік. Біздің Орта Азия халықтары біздің берекесіздігімізден тарихта қаншама қателік жасадық. Әмір Темір мен Тоқтамыс ханның соғысы тарихта бүкіл Еуропа тарихшылары, араб тарихшылары мен парсы тарихшыларын шошытқан. Даланың екі арыстаны Әмір Темір мен Тоқтамыс хан, солар сырдың бойында бекерден бекер соғысып миллиондаған әскерін қырып алған кезде Еуропа күшейді. Әмір Темірден Орта Азиядан тепкі көрген Бабыр барып бүкіл Үндістан, Пакистан, Ауғанстанды жаулап алды. Тоқтамыс Мәскеуді 3 рет өртеп тастады. Қазақтың ханы Тоқтамыс. Сол кезде отырықшы қазақтардың ханы болған, отырықшы өзбектердің ханы болған Әмір Темір мен Тоқтамыс соғыспағанда бүкіл жер жүзінде бүгін орыс сияқты жауыз империя болмайтын еді. Сол орыстардың күш алып кетуіне, Еуропаның күш алып кетуіне Әмір Темір Тоқтамыс екеуінің соғысы себеп. Біздің ата-бабаларымыз өткізген алдыңғы бұндай тарихи қателікті бүгінгі түркі халқы қайталамауы керек. Әмір Темірмен сол кезде Селжұқ түріктерінің сұлтанында соғысты. Әмір Темірмен Түркияның түріктері соғысты. Бұдан өткен қателік бар ма? Бүкіл Азияны, бүкіл Еуропаны, бүкіл Африканы жаулап, түркі халықтары әлемдегі ең қуатты халық болып отыратын еді. Орыс о кезде қазақтың құлы болатын. Тоқтамыстың өзі бір барғанда үш барып шауып тастаған, қырып тастаған Мәскеуді. Мәскеу дегенің кәдімгі қазақтар кез келген уақытта өртеп тастайтын қала еді. Қазақтардың құлы еді. Сол неден әлсіредік? Неден орысқа бодан болды? Неғып орыстың тепкісінде бір жатқанда 200 жыл жаттық? Неғып қызыл орыстың коммунистердің қырғынын көрдік? Соның барлығы берекесіздігімізден, аға бауыр бір-бірімізге қол салғандығымыздан, қырылысқандығымыздан. Бүгін Қарақалпақты өтірік референдуммен қалпақпен ұрып аламын десе, өзбек қателеседі. Себебі Қарақалпақтың мәселесі қазақтың мәселесі және қырғыздың мәселесі. Біз Қарақалпақ бауырларымызды жат диктатордың темір тегеуріне салып қойып қарап отырмаймыз. Бұл мәселені біздің көтергеніміз көтерген.